кеттік балконға деді. Бір түрікке ұқсап қалған бала. Жарайды дедім, балконға шықтым. Балконнан екеуміз шек болдық. Ол балконда шек тұрған кезде, короче, көтімді ұстады, емшегімді ұстады. Үндемедім, қойшай дедім, тұра бердім. Сосын балконнан кетіп бара жатқан кезде сразу маған мына шыққан кезде бір спальный комната бар еді. Сол жаққа қарай қолымнан сүйретті да, қума деп өтірік күліп қойсайшы деп андай нетіп жатырмын ғой. Сөйтсем ананікі серьезно ғой, бар ғой. Серьезно, спальныйге жатқыза салды да, ебать, кәдімгі қолдарын емшегіме тығып, ерніме жабысып еді, макияжым кетіп қалды, тоқта десем, тыңдамай пұтымды шешіп, ебать, кәдімгі түнде действительно сықты, бірақ мойындаймын. Бірақ бүгін таңда сыға алмады ана екеуімен. Басыма көтердім үйде. Просто аяғым ауырып тұр, просто мен шпакатқа отыра алмаймын ғой. Аяғымда бар ғой, кәдімгі бар ғой, тура мына жеріме алып келді ғой, мойныма бар ғой, тура иығыма тигізді ғой, тіземді былай. Бастып, екі амымды керіп, айырып тұрып бар ғой, сука бар ғой, түнде ше. Твою мать, айта алмаймын. Сосын сенбей отырсыздар ғой, мына астан жазып отыр, базар жоқ, жаза беріңдер, күле беріңдер, мазақтай беріңдер. Мен шынымен күйіп айтып отырмын, жылап та айттым, көріп отырсыңдар ғой, жыладым, мен өмір жылаған емеспін. Мал болып бар ғой, мысалға. Көмектесесіздер ма? Кім келеді қасыма десем, ешқайсың үндемейсіңдер. Бюрода әдейі кіріп отырмын, қорқып отырмын. Жаңада біреу звондап отыр, бір қатын, мен сені өлтіремін, тауып аламын нөмірің арқылы, үйтем бүйтем, сен мен байыммен жүрмейсің ма маған? Енді онда енді біреу жалғыз адамсың ба не енді? Онда? Үйде жалғыз тұрамын ғой. Дәріс былай білмеймін енді. Мен қасыма просто... Поддержка беретін. Прикинь, мен зорланған... Поддержка беретін ешкім жоқ па деген ғой? Просмотр 620 болып кеткен ғой, прикинь. Зорланғаным қызық па сонда?